Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қызылшадан дәруменге толы оңай әрі тез жасалатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қызылшаны осылай 4-5-те етіп турап аламыз. Мен қызылшаны суға қайнатып пісіріп алдым. Одан кейін барып пияз қосамыз. Пияздың барлығын қоспаймыз. 2-ге бөліп, жартысын ғана қосып, осылай 4-5-те етіп турап қызылшаның үстіне саламыз. Одан кейін барып, осылай тұздалған қиярымызды дәл солай 4-5-те етіп турап салатын боламыз. Енді үстіне осындай тұздалған капустаны салатын боламыз. Мендегі капуста қатты ащы емес. Соңына қарай осы банкідегі жүгерін салатын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, қара бұрыш салдым. Дәміне қарай сосын үстіне майонез қостым. Негізі бұның оригинал салат рецептісі сұйық май болмаса оливковое масло бар ғой, соны салат, бірақ маған ондай түрі ұнаған жоқ. Маған осылай майонез қосып жасалғаннан, сондықтан майонез қосып жасадым. Мінекей салатымыз дайын. Егер де жасап көрсеңіздер, комментарияға бөлісіп, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі түрлі рецепттер шығарып қуантатын боламын.